Деректерге сүйенсек, ислам тарихында Алла елшісінің оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, мүбәрәк мәйітін 4 рет ұрлауға тырысқаны айтылады. Олар кімдер? Алла елшісінің оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, қабіріне қастық ойлағандардың ең алғашқысы шиит ағымнан шыққан Исмаилдер билеушісі Убайди. Ол мүбәрәк мәйітті Мысыр жеріне алып кетпек болған. Алайда Алла Тағала өз елшісін жауыздардың қастандығынан қорғап қалады. Убайдидің бұйрығымен келе жатқан бір топ жандайшап, жолда күшті дауылға кезігіп, Мединаға жетпей, арттарына қайтуға еріксіз мәжбүр болған. Алайда Алла Тағаланың әмірімен орын алған бұл тылсым оқиға жүрегін арамдық билеген Убайдидің райынан қайтара алмады. Арада уақыт өтісімен арам ниетін жүзеге асыруға ұмтылады. Бұл жолы оның адамдары жер астынан жол қазып, Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам қабіріне дейін жетпек болады. Бірақ жергілікті тұрғындар түнде жанған шырақтарды көріп қалып, оларды ұстап алады да өлім жазасына кеседі. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қабіріне жасалған 3-ші қастандық оқиғасы тарихи деректерде былай суреттеледі. Мағрибтік 2 мүшрик дәруіштер киімінде Мединаға келеді. Сосын Нәбауи мешітінің жанындағы үйлердің біріне жайғасады. Олардың мақсаты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мүбәрәк денесін ұрлап Мағрибқа алып кету еді. Хижраның 557 жылында Шам әміршісі Нуриддин Шахидтің түсіне 3 рет Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам кіріп, «Ей Нуриддин, мені олардан қорға» деп аян береді. Түстің тегін еместігін ұққан ол уәзірі мен кеңесшілерін әскерлерін ертіп, Мединаға қарай жол алады. Келе салысымен қалың бұқараны жинап алып, оларға сыйлық үлестіретіні жөнінде хабар таратады. Тегін сыйлыққа құмартқан қала халқы жиналған шақта, олардың арасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам белгі берген әлгі 2 адамның жоқ екенін байқайды. Олардың қайда екендігін анықтау мақсатымен бұл жерге келіп сыйлық алмағандар да бар секілді. Олар да келіп, өзіне бұйырған сыйлығын алсын дейді. Ал адамдар, Нәбауи мешітінің жанында тұратын 2 дәруіш бар, бірақ ол дуаналар сыйлық алмайды дейді. Бір шикілік барын сезген әмірші оларды дереу алдына алып келуін бұйырады. 2 дәруіш сүйретіліп келген кезде тура сол түсінде айтылған адамдар екенін түсінеді. Сосын олар тұрып жатқан үйді тексеріп, бағалы заттарға толы екеніне көз жеткізеді. Бұл оларға төленген ақылары болатын. Ал жерде төсеулі жатқан кілемнің астын көтеріп келіп жібергенде, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам қабіріне алып баратын жол қазылып жатқанын көреді. Нуриддин Шахид артынша екеуін жауапқа тартып, олар Мағрибтан Алла елшісінің оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, мәйітін ұрлау жоспарымен келгендерін мойындатады. Олар жер астын қазу барысында топырағын ылғи Бақи мазарына алып төгіп шығып отырыпты. Кеше түнде қабірге жақындап қалғанымызда қатты күркіреген найзағай даусынан қорқып, есімізден адаса жаздадық. Ал күннің ертесінде сіздің келгеніңізді естідік дейді олар. Нуриддин Шахид екеуін өлім жазасына кесуге бұйырады. Одан соң пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам қабірін қорғау мақсатында айналасын терең қаздырып, оны қорғасын мен толтыруды әміреді. Ал 4-ші рет пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мәйітін шамдық насранилер ұрламақшы болған. Бірақ олардың да айласы іске аспады. Жергілікті мұсылмандар олардың жоспарын біліп қояды. Қылмыскерлер қолға түсіп өлім жазасына кесіледі. Міне осылайша Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам мүбәрәк мәйітін ұрлауға тырысқан опасыздардың барлық әрекеті желге ұшып, тиісті жазаларын алады. Себебі ұлы жаратушының өзі ондай бассыздыққа жол бермейді. Мәида сүресінің 67-ші аясында «Әй пайғамбар, Алла сені адамдардан қорғайды» деген бұйрығы бар. Үмбетіне тек рахым тілеуші пайғамбарымыз Мұхаммедке Алланың игілігі мен сәлемі болсын.